Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен жұмсақ картоп қосылған пирожки жасаймыз. Ол үшін біз жылы суға қант қосамыз. Қантын ерітіп аламыз. Енді біз оның үстіне дрожь қосамыз. Және де 15 минутқа қойып қоямыз. Енді біз қамырына қажетті заттарды дайындап аламыз. Ол үшін біз ерітілген сары майға 2 жұмыртқаның сарысы, тұз қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жып-жылы сүт құямыз. Енді бұны да жақсылап араластырамыз. Енді ішіне дрожжымызды қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Енді біз оның үстіне ұн қоса отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Оның көп қосуға болмайды, себебі пирожкиміз қатты болып қалады. Достар, егер де сіздерге мен жасап жатқаным ұнаса, лайк басып кетіңіздер. Егер де сіз менің арнама тіркелмеген оқырман болсаңыз, менің арнама тіркеліп кетіңіз. Менің арнамнан сіз өзіңізге қажетті тамақтың рецептін міндетті түрде табасыз. Мінекей достар, бізден ондай жұмсақ қамыр шықты. Енді біз бұны 1 сағатқа жылы жерге қойып қоямыз. Арасында сұйық маймен басып аламыз. Мінекей достар, біздің қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді біз оны бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей достар, осындай майда бөліктерге бөліп алдық. Менде осындай 19 тал шықты. Енді біз олардан пирожкидің формасын жасайтын боламыз. Енді оның ішіне картошка саламыз. Мен картошканы алдын ала пісіріп, езіп алдым. Негізі кез келген салма сала беруге болады. Мінекей, осылайша бәрін істеп аламыз. Мінекей достар, мен жасап алдым. Енді біз бұның жұмыртқаның бір сарысына 1 қасық сүт қосып, араластырып алдым. Енді біз бұны бетіне жағамыз. Мінекей мен бетіне жағып алдым. Енді біз пирожкилерімізді 300 градуста қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей достар, біздің пирожкиміз дайын. Өте дәмді болып шықты. Мамықтай жұмсақ. Мінекей ортасы. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Достар, менің арнамда неше түрлі торттардың, пирогтардың, шайлардың, сусындардың рецептері бар. Кіріп қарап көріңіздер. Егер де рецепт ұнаса, лайк басып арнама жазылыңыздар. Сау болыңдар.